Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге 20 минутта дайын болатын балды пирожныйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажет бал, сары май, ұн, жұмыртқа, қант және ас содасы. Ыдысымызға балымызды, сары майымызды салып, жай отта екеуін араластырып тұрып ертіп аламыз. Жұмыртқа саламыз, оның үстіне қант салып, венчиктің көмегімен қант ерігенше араластырамыз. Содан соң жұмыртқалы массаға ерітілген балымызды жай-жайдан құйып араластырып тұрамыз. Ас содасын қосамыз, араластырып, ұнымызды илектен өткізіп 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосып, барлығы бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Массамыздың сұйықтығы осындай болу керек. Содан соң пергамент қағаздарға құйып, оқтаусыз жайып алып, 180 градус қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіреміз. Міне біздің пирожныларымыздың корждары дайын болды. Шеттерін кесіп, барлығын бір келкі формада дайындаймыз. Пирожныйымыздың арасындағы кремге қаймақты крем қолдандым. Қаймақ және қант керек. Қаймақ пен қантты жақсылап араластырамыз. Корждарымызды толықтай суыған соң пирожныйымызды жинаймыз. Корж, крем кезектестіріп жинаймыз. Корждардың жанынан кесіп алынған бөліктерін қолдың немесе блендердің көмегімен осылай майдалап алып, пирожныйымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Кремі толық сіңгенше тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып алдым. Біздің балды пирожныларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек, нәзік болып шықты. Дәмі де өте дәмді. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.